Шетелдік көліктерді заңдастыру барысында іздеуде жүрген темір тұлпарлар табылып жатыр. Олар Арал қаласының тұрғыны мініп жүрген машинасының ұрланған екенін тіркеу кезінде бірақ білген. Сондай-ақ шетелдік көліктерді заңдастыру науқанынан оңай олжат таппақ болғандар да кездесуде. Мәселен, Түркістан облысында армениялық көліктерді тіркеуден шығарып, қазақстандық ақ нөмір алып беремін деген хабарландыру тарап жатыр. Алаяқ өз қызметін 1 миллион 200 мың теңгеге бағалаған. Осындай ақша берген адамның көлігін бір тәулікте тіркеуге қойып беремін деп уәде береді екен. Қазір күдікті ұсталды. Ол Қостанай облысында отырып, түркістандық жүргізушілердің қалтасын қақпақшы болған. Полицейлер алаяқтың қанша адамды алдап ақшасын алғанын анықтап жатыр. Аталған күмәнді хабарландыру бірден назарға алған полицейлер күдіктінің жеке басын анықтады. Ол Қостанай облысының тұрғыны болып шықты. Полиция қызметкерлері автокөлік жүргізушілеріне қырағы болуға және осындай күмәнді мәліметтерді ұсынатын интернеттегі хабарландыруларға сенбеуге кеңес береді.